Сәлем достар. Бүгін бізде 13 сентябрь, ал Алиманың туған күні 14 сентябрь. Сондықтан уже түнгі 12-ден кейін 14 сентябрь болады. Сондықтан біз Алиманы құттықтауға барып жатырмыз. Менің влогымды соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Қазір бізде сағат где-то сколько? 8-ден 19 кетті дейді. 8-ден 19 кетті. Енді где-то 10-дарға таман, 11-лерге таман біз үйден шығатын боламыз. Бізді әкем апарып тастайтын болады Алималардың үйіне. Ал Алиманы және де тағы да достары, өзімен бірге мектепте оқыған достары құттықтайтын болады. Және де бота ғанилер де келетін болады. Мен сіздерге қазір өзімнің образымды көрсететін боламын. Өте қызықты образ деп мен 100%-ға сенімдімін. Айшаны бәріңіз танитын шығарсыздар, Айшадан келіп жатырған шығарсыздар, сондықтан таныстырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бұдан Айша, Ғайни, Сымбат, Малика және де мен бәріміз бірге ақша қосып Алимаға подарка уже алып қойдық. Точнее, біз сертификат беретін боламыз Алимаға. Ол ламинирование ресниц, қаспен және кірпікке сондай ламинирование жасататын болады. Соған сертификат береміз. Және де екіншісі бізде букет болады. Бенто тортпен, немесе басқа букет. Әйтеуір білеміз, бәріміз бірге ақша жинап қостық. Сондықтан Алималардың үйіне 11-жарымға таман әкеп береді. Міне достар, менде осындай лук, және де бұл менде школьная форма. Ертең мен Алима мен Сымбаттардың үйінде қонатын боламын. Малика екеуміз, өйткені 2-3-ке дейін жүретін шығармыз, сондықтан кеш болып кетеді. Сразу сояқтан қонып, сояқтан шығамыз. Сразу артық личный заттарды, киімдерді тасымай-ақ осындай киіммен барып, Алималар үйінен олардың киімдерін киіп, ертең қайтадан таңертең футбол осыны школьный формамды киіп кететін боламын. Міне достар, біз уже әкем келе жатыр, біздің Алималардың үйінен. Міне достар, біз келік. Сумкаларымды алдық өзіме бірге. Міне достар, осындай дастархандар уже жасап қойды да Алималар бізге, достарына. Міне осындай салат түрлерін, самса, блин, жемшеліктер. Қараңыздар, Алима маған универдегі жұмысын жасатып қойып жатыр. Сосын мына аяқтан мына жерге дейін біз дескрипция, сондай ма? Мәлімет жазуымыз керек, не екенін. Достар. Эй, пожалуйста, Жито өзім іздеп, өзім жазуым керек, қараңыздар. Блин. Қарама, жауап есікті. Аяқта Алиманың достары келіп тұрған сияқты. Қайсы? Қайсы? Ой, жай ғана достар жүргендер. Кім? Розева, көріп қойды бәне. Аналар ма? Я қазір. Достар, суши пицца келді. Қазір алға бара жатырмыз. Дала деген су кетіп. Қайсы? От кеп тұрын. Мына қыз боянымаған, прям фонарикten сият етіп тұрын, блестящий. Біз міне қазір 1-ден 40 кетіп қалды уже. Уже дағы шығып, заттарды дайындай берейік деп жатырмыз. Алима бәрін біледі, по идее. Бәрін біледі. Жақта бізде бота келді. Сәлем достар.
Вот. Полная. Не, осында хапушкалар бар. Қайсы қажет Мынаны не үшін Не, осындай хапушка. Қайсы? Мынаны не үшін Хапушка. Атыға ет. Хапушка. конфетти. Мен, короче, біреу беретін емес. Короче, мынандайдан ұстап тұрамыз. Я, давайте ставь. Андай ішмей тұрып салатын. Мына қояйық андайға. Салют? Типа да. Андай ма? Жаққа ма? ішмей тұр, иә. Андай, достар, вот. Мен қазір осындай атайын ба деп тұрмын. Былай қойсын. короче, қойсын. қойшы. Қоймаш, мен білмейсің ба, қалай керек. Ой, осылай қоясың. Уже қоймашын қазір білер ме? Не, достарым, бізде букет пен торт келді. Біз бенто торт заказ еткен болатынбыз. Ана достар ма? Андай. Поздравляю. Қайсы букет көрсетіп жүрек? Міне осындай, негізі кішкентай болып қалды. Доставкамен бірге бәрін қосқан кезде 16 000 теңге шығып кетті негізі. Мұрсанда 12 000-ға аламыз деп ойлағанбыз. Қараңыздар, достар, прям әдемі шықты. Иә, достар. Тортын жағыңдаршы, мен мынаны 18. Мына торт жақсың. Біз вот почти достар келді. Давай жамыз. Қазір қаласың. Қазір достар да шетіне. Достар, біз, короче, құттықтап болдық. Маяқта отырмыз енді ялай. Ой, мама! Мен достар, Алиманың достары. Ей, отырыңдар. Келмейді. Алиманың достары кетіп қалды. Көп қаты ештеңе жемепті. Достар, міне осымен біз Алиманың 18 жасын өстіп атап өттік, құттықтап. Оның ертесі күні Алима бізде өзінің универге кетті, ал біз жалғас менің інім Малика үшеуміз бірге, бәріміз бір автобусқа отырып, бәріміз бірге әркім әрқайсының өзінің мектебіне баратын адам, өзінің сабағына баратын адам, әрқайсымыз тарадық. Осымен менің видеом соңына дейін жетті. Лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.